Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Балалар, бүгін біз құмды зерттейміз. Мынау не балалар? Құм. Ұстап көрейікші. Құм жұмсақ, сылтымалы, құрғақ. Құрғақ, дұрыс айтасыңдар. Және сусымалы екен, иә, мінекей балалар, көріп отырсың. Ал енді осы құмның құрамын тексерейікші. Сабира, сен мынаған қарады. Ал, мынаны алды. Құмның құрамы қандай, Сабира? Құмның құрамында тас бар, және кішкентай өте құрғақтар Құм бар, иә? құм бар. Құм бар және тас бар, жақсы. Ал соны да анықтап көру үшін мінекей қарайық. Мынау үлкейткіш әйнекпен не байқап тұрсың, Әділ? Тастар және Құмдар. ұсақ құмдар, тастар байқалап тұрмыз, жақсы. Яғни топырақтың құмның құрамында ұсақ тастар мен құмдар бар екен, жақсы. Балалар, енді біз ары қарай топырақтың құрамын бақылау үшін мына ойыншықтарды сен топыраққа жаса. Сен мына ойыншыққа су құяды. Жарайды. Балалар, көрінеші, топыраққа жасырған ойыншықтар көріне ма? Жоқ, Көрінбейді. Ал суға жасырған ойыншығымыз көріне ма? Көрінеді. Себебі су қандай? Ол Түссіз, мөлдір. Сондықтан бұдан ойыншығымыз көрініп тұр. Ал топырақтың арасынан көрінбейді, оны не істейміз біз? Топырақты іздеп тауып аламыз. Сабира, тапшы ойыншық бар ма екен? Әділет қай жерге жасырды екен? Тамаша. Екеуін бірге тауып аламыз. Міне ойыншықтар, балалар, тағы бір құмның қасиетін байқау үшін мына тасқа және мына құмға су құйып байқайықшы. Сабира, сен құя қойшы. Жарайды. Әділет, сен құмға құйып. Не байқадық? Тасқа құйылған су не істеп тұр? Ол сіңбеді. Ол ішінен көрініп тұр. Су мөлдір болып тастан көрініп тұр. Ал құмға құйылған суымыз не болды, Әділет? Құм суға сіңіп кетті. Міне су құмға сіңіп кетті. Су көрінбейді, құмға сіңіп кетті. Құмымыз қандай болды? Балшық болды. Құмымыз балшық болды. Иленіп балшық болды, лас болды, лай болды. Ішіне су ішіне сіңіп кетті. Бұдан су көрінбей тұрады. Жақсы. Балалар, тағы бір құмның қасиетіне келсек, жаңа біз құрғақ құм сусымалы дедік, сусымалы. Ал су құйған құм қандай? Балшыққа ұқсас, дымқыл. Ол мінекей бір-біріне жабысады, дұрыс айтады. Бірігеді, яғни бір-біріне жабысады. Ендеше осы сендер осы жабысатын құмнан маған тәтті бәліш жасап беріңіздерші. Қазір бірігетінін байқаймыз. Қасым қойып тұр, әбден басылып. Болды, ала қой. Өт тамаша, Әділеттің бәліші әдемі болып шықты. Сабираның бәліші де әдемі формада шықты. Яғни біздің құмымыз не істеді бұл жерде? Тәтті бәліш болды. Яғни құмымыз басы бірікті. Тәтті бәліш болып бірікті. Яғни судың біз
Балалар, енді осы маған құмның қасиеттерін айтып беріңдерші. Құм қандай болды? Құм жұмсақ болды, құрғақ болды, сусымал болды. Тамаша. Тағы оның қандай қасиетін білдік? Құм білікті, бачыққа құсады. Не құйғанда? Су құйғанда білікті, дұрыс айтасың. Тағы қандай қасиетін білдік? Құмның ішінде не болды? Құмның ішінде тастар болды, құмдар болды. Дұрыс айтасың. Құм суды бойына сіңіре ме? Әрине сіңіреді. Сонда құм бойына сіңіреді деген осындай қасиеттерін білді. Зерттеу ұнады ма сіздерге? Ұнады. Рахмет сіздерге.